Ассалаумағалейкум қазақ елі, маған жағы мынау Тоқаевтың бандиттерінен ба, жоқ анау ФСБ, КНБ, МВД бандиттеріне угроза түсіп жатыр. Мынау Фейсбукқа менің постыма у нас отобрали все последние богатства, встреча Трампа Тоқаева дегенге. Угрозаларын біреусі деуге болады, жағы саған бір оқ жетеді, сатқынсың, провокаторсың, сенің өміріңе уже бітті, жақында сені жақында өлтіреміз дегендей. Ашында көшеде көп угрозалар түседі ондайлар. Мен жерге де түсіп жатқан бір угрозаларын көрсетейін, көріп жатсыңдар, көріңдер. Мен айтам, ол мен провокаторым ба, жоқ, кім сатқын екен, жағы мынау министр, ішкі істер министрі Саденов, жағы КМБ бастығы Сағынбаев, соларға айтайын деп, сендер ол сатқынсыңдар. Қазақстан бәрін сатып, қазақ халқын құртып, ататын атып, қорқытатын қорқытып, соттарға бұйрық беріп, кімге қандай шешім шығаратын, қандай приговор шығаратын, қазақ халықты қорқытып, мынау Шодиевтің киім цхайларын күшіктері болып атқандар сендерсіңдер. Казнократство жауып атқандар сендерсіңдер. Мынау полиция КМБ беспредел болып атқандар бәрін сендерсіңдер. Мынау Қазақстанды Ресейдің немнесі губерниясына көз жауып атқандар сендерсіңдер. Сендер сатқындысыңдар. Мен сияқты бір келешекте бір анау елбасы президент келсе, хотя бір 10% құсайтын. Сендер ол дүние тұрмақ, бұл дүниеде әбден өзден сазасын аласыңдар. Әбден үлгі болсын деп электрический стулды сендер сияқтыларды соттың приговорыменен, бұйрығыменен әлі талай жазасын аласыңдар. Сен біреулерге, мен ойлаймын, сендер жазып атсыңдар. Саған бір оқ жетеді, сенің өмірің бітті, сатқын провокатор деп. Сендер ол сатқын провокаторсыңдар. Сендер бетіме айтасыңдар ма оған? Шыққан, ашын өмірде сендер менің жүгіріп кеп, екі қолмен амандасап, аяғымды уқалап, мүмкін жуыңды шығарсыңдар. Айтпай, сен табақтай болып отырсыңдар, бәрі отырып отырсыңдар, қымыстың бәрі кім істеп атқан, көріп отырсыңдар, өздері істеп атсыңдар ғой. Әрқайсың құрғанда миллионер сатып атсыңдар, отаныңды, мемлекеттеріңді сатып атсыңдар. Ресейдің құлы қылып, Өзбекстаннан қишлақ алып жеріңдер, Шодиевтердің Қазақстанды ашық тонап атқанын көріп атсыңдар. Соларды нақ тоқтатпасын. Гаджиев ашық тонап атқанын көріп атсыңдар. $100 миллиард жылына тонап атыр. Нақ соны не қылмайсыңдар? Қазақ тілін құртып атсыңдар сендер. Орысша Саденов өзің кішкентай балалардың көбінше орысша здравствуйте немне деп тотальный русский. Сол немнен өзі айтып атыр. Путиннің алдында выслушать етіп атсыңдар. Өздерін тексеріп келсек, рас па, өтірік па, жаңа өзеннен событиямен қолдарын білек кешен қанға дейді. Одан көрі мынау Бостандық ауданы полиция бандиттерін, погондағы бандиттеріңіз, мынау департамент полицияның орынбасарының Запаровқа бастығын әйеліне сыйлық жасап $80 мың. Соны ақ тексермейсің. Қаяқтан ол алып отыр ақшаны? Сендермен бөлісіп отыр олар. Наркобизнестен алып отыр ма? Жоқ, проституциядан ба, рэкеттен ба? Қылмыстық істерді прекращать, возобновлять, тоймен алып отсыңдар ма? Қайыршы соларға үшін взятка бәрін отырып қойғансыңдар. Сонда кім сатқын? Мен сатқын ба? Сендер сатқын. Туған туысқандарымен шен қорқытқы сағансың. Мені қанша пытать еткенсіңдер, апарып алып кет КМБ азанға шен. Противогаз кигізіп, өздерің білмейсің не үшін. Пакет кигізіп, азанға шен 2 мәрте скорый шақыртып. Врачтар арқылы, басқасы баламды похищение, избивать ет, не сондай сататын, басқаны айтпай қойын қылмыстарыңды. Сұмырайлар оң болғандар, даже мен балам үйленгенде әйелін, қызының туған туысқандарын қорқып тастадыңдар ғой. Садиқтың баласына тұрмысқа шықсындар, проблема болады деп. Туған туысқан, туған әпкелерін қорқып тастады, сердечный приступ болды, тірі ме жоқ па?
уже до того неяқтастарыңдар араласпасын деп, жора жолдастарды айтпай ақ қойды. Әр қадамынан қаңғылып жүресіңдер, провоцировать етіп, сен өлтіреміз, бүйтеміз деп. Бетіме айта аласыңдар ма соны? Қай жерінде мен саттық, қай посымды мен дұрыс айтқан жоқпын, айтыңдаршы маған. ФСБ-нің намысы жоқ, ФСБ-нің бұйрықтарын исполнять етесіңдер. Қайдағы бір Измаев дейтін Ресей азамат бұрынғыды мен әбден иттіп, боқтатқызып, сендер рахаттанып отырсыңдар. Сөйтіп сотқа бұйрық беріп отырсыңдар. Осындай анау Измаев дейтін азамат Садықты боқтат, Садық өзін кінәлі қылып шығарыңдар деп. Кінәлі қылып шығарып, енді менен сол Измаевтың пайдасында тағы да миллионнан ақша теңге взыскать етпек. Сол сот жаңағы азаматтық істегі мен дәлелдерін алып тастап, сөйтіп уже сондай шығармақшы. Кім сомен сатқын? Кім жаңағы провокатор? Сендер сатқынсыздар, сендер провокатсыздар. Анау баяғыда 25 миллиард доллар бірақ ұрлаған, соны ақ тексермейсіңдер ковидпенен бөлінген. Оке қазақ жігіттерді қамайсыңдар, кеп қазақтарды соттайсыңдар, қинап ат тастайсыңдар. Екі қабат әйелге шейін соттап жеріңдер жаңағы Ресейдің жаңағы губерниясын жаңағы Ресейдің бұйрығын орындап ФСБ-нің. Садыковты өлтіріп жеріңдер Украинада жүргендерден. Мен пікірім бойынша. Еще мен сатқын деп, сенаған бірақ оқ жетеді, сенің жағы немненгі өмірің бітті, күнің бітті деп. Бетіме айта аласыңдар ма? Айта алмайсыңдар. Местей болып отырсыңдар, табақтай, тотальный русификация қылып, Өзбекстанның губерниясын жасап, бізді Қазақстанды. Ресейдің губерниясын жасап, Өзбектің намыстарын қайда сендер? Табақтай болып отырсыңдар, әзде министр, председатель КМБ. Сендер жағы қайдағы содиып, киім, қайын, құқығын жауып, солардың пұттарын, арттарын жауып отырсыңдар ғой. Сендер намыстарын қайда? Кіммен сомен саттыр? Мен ба, сендерсіңдер ма? Ұятсыз, намысы жоқ. Кетіңдер отставкаға. Анау Алматының полицейскийлер басқаларды қылмыстық іске қозғатып, соларды тәртіпке шақырыңдар. Мен мотоциклмен орталық Алматыда қағып кеткен баланы Запаровқа видеосымен берген. Соны тексергенде жоқ. Сондықтан шақыртыңдар. Босатыңдар анау немнелерін бәрін отырған жағы. Қазақ азаматтарын өзінің Қазақстан үшін жағы. Қазақстан мемлекет үшін немнесін не қыламыз деп соттатып жеріңдер. Кешірім сұраңдар мен тікелей эфирде. Осын бәрін көріп отырып, еще мені сатқын. Сендер ол жазып отырсыңдар, тығылып отырып ан жерде. Креслолардың артында. Önce батыр боп. Орыс постына жазған, орысша айтқан постыма жағы. Орысша нақ жақтырмайды айтсаң. Нақ десең, КМБ жағы МВД-лер, олар жағы басқа ұлттар түсінбесін. Жағы қазақша айтқанда, басқа жағы мемлекеттің адамдар түсінбесін. Олар білмесін мына Қазақстанда не отыр. Қандай біз қылмыс жасап атқанымызды, қалай халқымызды сатып атқанымызды, мемлекет сатып атқанымызды білмесін деп, сөйтіп арасында кейбір кезде сөйтіп әтей жазады. Орыс қазақша не қыл деп. Менде ақ болыңдар жағы қазақ тілінің құқығын қорғап отқан. Қазақ тілінің қорғап отқанда сендерсіңдер. Сол үшін мынау, именно жағы орыс постқа жазған мынау. Мүмкін кім білет мұны Сағынтаевпен жағы, Сағынбаевпен жағы, Саденов өз жазып атыр ма? Кім бұл сатқын? Мен ба? Маған ба жағы бұрақ не алған? Мен тағы да айтып атыр, мен сияқты маған құсайтын бір келешекті президент 10% құсайтын болса, сендер приговормен ол дүниеде, бұл дүниеде электрический стулмен, приговормен, электрический стулмен қиналып сендерге жазаңды аласыңдар. Осы сатқындық өзің халқына қарсы, мемлекет қарсы деген тірліктеріңе, тіліне шейін құртқан үшін. Айбетпеңіздер, мен көз қарасыма, күмәніме, менің жағы пікіріме, өздерің көз қарасының пікірлерін қалдырсаңыз болады. Қатты кеткенсем, жағы асуланып айтсам, асуым емес, ол шындықтың расын айтып атқан болсан, кешіңізде жақсы, рахмет.